Сәлеметсіздер ме? Сіздердің назарларыңызға Ақ Алтын жалпы орта мектебінің 9-шы А сынып оқушыларымен өткен әділдік тақырыбындағы дөңгелек үстелімізді ұсынамыз. Сендер бүгін ғана естіп отырған жоқсыңдар, отбасында, сендер өмірге тәй-тәй қадам басқандарында адал бол, біреудің ойыншығын ұрлама, біреудің затына тиіспе деген сөздерді үнемі естіп жүреміз, иә? Биыл 2022 жыл балалар жылы. Елбасымыз Тоқаевтың жолдауы бойынша балалар жылы деп жарияланған. Сол балалар жылындағы барлық атқарылып жатқан іс-шаралар сендердің болашаққа деген көзқарастарыңды, өмірлік ұстанымдарыңды, сендердің алға басқан қадамдарыңды реттеу үшін, осындай сендерге жағдай жасалу үшін биыл балалар жылы деп жарияланды. Осындай жылда біз тек қана бұл жылы емес, бұл күні емес, біз әділдік, адалдық, парасаттылық деген ұғымдармен әрқашан қатар сөйлейміз. Ал енді сендерге Абай Құнанбайұлы мынандай керемет сөзімен бастасам. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан, қолы өнерлі қазақтың әулиесі сол. Еңбек етсең еңбек, тояды қарның еңбек. Бұл біздің бастауыштан бастап құлағымызға сіңіріп күнделікті өмірде қолданылып келе жатқан мақалымыз екен. Ал енді біз дөңгелек үстел барысында өздерімен төмендегідей ойларды бөлісетін боламыз. Ал енді тақтаға назар аударамыз. Адалдық деген, әділдік деген ұғымды қалай түсінеміз? Балалар, бүгінгі әңгімемізге арқау болатын мынадай 9 сұрақ сендерге дайындап келдім. Адалдық, әділдік деген қалай түсінеміз? Кім өзінің ойымен бөліскісі келеді? Шындықты бетке айтқым келеді. Бірақ ертең бет көрсететін адам болғандықтан көңіліне қарайсың. Ренжітіп алмашсың. Шындықты айтсаң туғанына жатпайсың дейді. Сол үшін. Ренжітіп алмашсың, сен шындықты жасырып қалу сондай әрекет жасар ма едің? Егер дұрыс болмаса жасамайсың. Жасамайсың, иә, өте жақсы. Қаншама жыл құрылыс саласында қызмет атқарған екен. Зейнет жасына келгенде бастығына келіп, "Басеке, мен зейнетке шығатын уақытым келді. Өтінішіме қол қойып беріңіз, мен жұмыстан шығайын" депті. Сонда бастығы, "Әрине, өзімнің үйім болатындығын білгенімде, бар мүмкіндікті пайдаланып, зәулім сарай салып алатын едім ғой" деп өкініп қалды. Осы бір мысалдан алатын емес. Балалар, біз бүгін сендермен адалдық, әділдік, парасаттылық жайында дөңгелек үстел өткіздік. Бұл дөңгелек үстелдің басты мақсатына біз жеттік деп ойлаймыз. Бүгінгі дөңгелек үстелде айтылған ойлармен, пікірлермен өздеріміз саралап, адал еліміздің болашақ қорғаны, тірегі болатын азамат болу себебіне дөңгелек үстелге қатысқандарыңыз үшін рахмет.